Мен бұл өмірге келмей тұрвақ тағдырым жазылып қойған еді. Қазіргінің қыздары өз таңдауымен тұрмысқа шығарады. Ал менің тағдырым бесікте жатқанда емес, тіпті дүниеге келмей тұрып шешілген екен. Егер әңгіме ұнаса, лайк басып арнаға жазылыңыз. 1938 жыл. Анамның аяғы ауыр кез екен. Әкем мен оның жан досы ауылдағы сыйлас адамдардың бірі болған. Екеуі аңшылыққа жиі бірге шығатын көрінеді. Күздің салқын күндерінің бірі екен. Екі дос тау ішінде аң аулап жүріп, от жағып демалады. Сонда әкемнің досы күліп: "Ей досым, сенің әйелің де аяғы ауыр, менің әйелім де аяғы ауыр. Егер сенде қыз, менде ұл болса, құда болайық" дейді. Әкем де әзілдеп: "Келістік. Қазақтың сөзі ант. Қыз туса сенің келінің болады" деп жауап береді. Екеуі сол әңгімені айтып күлісіп тарқасады. Бірақ ол әзілгейін менің бүкіл өмірімді анықпайтынын ешкім білген жоқ. Араға бірнеше ай салады. Көктемнің шуақты күндерінің бірінде мен өмірге келіппін. Сол күні әкемнің үйі қуанышқа толады. Мен дүниеге келгенімді естіген әкемнің досы өз үйінен үлкен ұлын шақырып алып: "Бар, сүйінші сұра, келініміз дүниеге келді" деп айт дейді. Сөйтіп мен өмірге келген күні-ақ бір үйдің келіні атанып шыға келіппін. Ағасы біздің үйге жүгіріп келіп: "Сүйінші, қыздарың емес, келініміз дүниеге келді" депті. Үлкендер күліп қарсы алып, қуанышпен сүйінші берген екен. Сол күннен бастап екі отбасы құдандандалы болып саналған. Мен ол кезде бесіктегі нәресте едім, ал үлкендер болса, болашағымды баяғыда шешіп қойған. Балалық шағым басқаша қыздардан өзгеше өтті. Мен есімді білгеннен бастап: "Сен бөтен үйдің келінісің. Барған жеріңе сөз келтірме. Ертем үлкен әулеттім отын жағасын. Келінім жолы ауыр болады" деген сөздерді естіп өстім. Алғашында оның мағынасын түсінбейтінмін. Басқа қыздар қуыршақ ойнап жүргенде маған нан жаюды, қасазан көтеруді, қонақ күтуді үйрететін. Бір күні анамнан: "Неге мені үнемі келін деп атай береді" деп сұрадым. Анам ауыр күрсініп: "Қызым, сенің барар жерің белгілі ғой" деді. Сол кезде ғана бір түрлі қорқыныш пайда болды. Мен әлі бала едім. Менің де арманым болатын. Мен де мектепте оқып, құрбыларыммен ойнағым келетін. Бірақ ауыл адамдарының бәрі мені басқа көзбен қарайтын. Өйткені олар үшін мен қыз емес, болашақ келін едім. Жылдар өте берді. Мен бой жетіп келе жаттым. Ал екі отбасының арасындағы құдалықтан нығая түсті. Бір күні үйге көп адам жиналды. Қонақтардың әңгімесін тыңдап отырып, бір сөзді естіп қалдым. Қалны малы толық бітіп қалды. Сол сәтте жүрегім зу ете қалды. Не болып жатқанын түсінбедім. Кейін білдім. Мен үшін төленетін қалың мал түгел беріліп біткен екен. Менің тағдырым енді мүлдем өзгермейтіндей болып көрінді. Сол түні ұзақ жыладым. Неге екенін өзімде түсінбедім. Тек жүрегім бір нәрседен қорқатын. Ал мені алда қандай өмір күтіп тұрғанын әлі ешкім айтпаған еді. Бірақ ең ауыр күндердің жақындап қалғанын сол кезде сезбеппін. 14 жас. Қазіргі заманның баласы үшін бұл мектепте оқып жүрген, арман қуып жүрген жас. Ал мен үшін 14 жас. Балалықпен қоштасқан күн болды. Сол күні таңертең үйдегі үлкендердің бәрі тым-тырыс жүрді. Анамның көзі қызарып кеткен. Әкемде әдеттегідей емес, бір түрлі ауыр тыныштық орнаған. Жүрегім әлденен сезді. Бірақ ешкім маған ештеңе айтпады. Түске қарай біздің үйге бірнеше адам келді. Олардың арасында мен бұрыннан танитын құдалар да бар еді. Шай ішіліп әңгіме айтылды. Бірақ үлкендердің жүзінде қуаныштан гөрі жауапкершілік басым сияқты көрінді. Кенет анам мені оңаша бөлмеге шақырды. Мен кіргенде оның көзінен жас көрдім. "Қызым, дайындал", деді баяу ғана. "Қайда?" "Баруым керек жерге." Сол сәтте жүрегім тоқтап қалғандай болды. Өйткені мен бұл күннің бір күні келетінін білсем де, дәл бүгін болады деп ойламаған едім. Мен үнсіз қалдым. Анам да үнсіз қалды. Екеуміз де не айтарымызды білмедік. Сәлден соң ол мені құшағына қысып: "Қызым, барған жеріңде жақсы бол, әкеңнің абыройын төкпе" деді. Мен алғаш рет өзімді шынымен қорқынышты сезіндім. Өйткені мен бала едім, ал балалар үйінен кеткісі келмейді. Сол күні кешке мені құдалар алып кетті. Үйдің ауласынан шыққанда артыма қайта-қайта қарай бердім. Бала күнім өткен шаңырақ алыстап бара жатты. Анам есік алдында тұр, жылап тұрғанын көрдім. Әкем сыртқа шықпады. Қазақтың қатал тәрбиесі бойынша ер адам көз жасын көрсетпейтін. Бірақ оның да іштей қиналғанын кейін түсіндім.
Арба алыстаған сайын жүрегім ауыра берді. Мен алғаш рет туған үймен ұзап бара жаттым. Қайтып келсем де, бұрынғыдай қыз болып келе алмайтынымды сездім. Сол кеште жаңа үйдің табалдырығын аттадым. Үй үлкен екен, іші адамға толы. Қайнатам, қайненем, қайнінім, қайынсіңлім бәрі маған қызыға қарап отырды. Ал мен қорқып отырдым. Өйткені олардың еш қайсысын жақын танымайтынмын. Қайненем маңдайымнан сипап: "Келін болып түстім, қадамың құтты болсын" деді. Мен басымды изедім. Бірақ ішімде мұң сұрақ. Енді не болады? Мен осында қаламын ба? Анамды қашан көремін? Сол түні көзіме ұйқы кірмеді. Жастығым көз жасынан суланды. Бірақ ешкімге көрсетпедім. Келесі күннен бастап жаңа өмір басталды. Таң ата салысымен тұру керек, үй жинау керек, су тасу керек, үлкендердің қызметін жасау керек. Мен бұрын үйде көмектесетінмін, бірақ мұндағы жауапкершілік мүлдем басқа еді. Кейде қатты шаршайтынмын, кейде жасырын жылайтынмын. Бірақ ешкімге білдірмеуге тырысатынмын. Себебі бәрі келін шыдамды болу керек дейтін. Бір қызығы, мен басқа келіндер сияқты күйеумен бірге тұрған жоқпын. Жасым кішкентай болғандықтан бөлек жаттым. Бұл сол кездегі ауылдың салты болатын. Сондықтан мен бірнеше жыл бойы сол үйде келін болып жүрсем де, әлі бала күйімде қала бердім. Бірақ жауапкершілік күн сайын арта түсті. Қайненем кейде үйрететін, кейде қатал сөйлейтін, ал мен үндемей тыңдайтынмын. Өйткені басқа амал жоқ еді. Арада айлар өтті. Бір күні анамды қатты сағындым. Сағынышқа шыдамай төркініме барып келдім. Үйге кірген бойда анама жабысып жыладым. "Апа, мен алып кетші. Апа, үйге қайтқым келеді. Мен әлі кішкентаймын." Анам да жылап жіберді. Бірақ көп замай көз жасын сүртіп: "Қызым, әкең естімесін." Бар айтқаны осы болды. Сол сөз менің жүрегімде мәңгі қалды. Әкең естімесін. Өйткені ол кезде ата-ананың сөзі заң болатын. Қыз баланың тағдырына қарсы шығу мүмкін емес еді. Мен үнсіз қалдым. Анам да үнсіз қалды. Сосын қайтадан қайын жұртыма оралдым. Сол күні мен бір нәрсені түсіндім. Енді менің өмірім бұрынғыдай болмайды. Балалық шағым артта қалған. Алдымда үлкен өмір күтіп тұр. Бірақ мен әлі білмейтін бір шындық бар еді. 5 жылдан кейін, 19 жасымда мені ресми түрде жолдасыма қосады. Сол күннен кейін тағдырым мүлде басқа арнаға бұрылатынын ол кезде білмеппін. 5 жыл бойы мен сол шаңырақта келін болып жүрдім. Бала күнім сол үйдің тірлігімен өтті. Таңмен таласа тұрып кешке дейін жұмыс істейтінмін. Қайыненемнің айтқанын орындап, үлкендердің батасын алуға тырыстым. Уақыт өте келе қорқыныштың орнына үйрену келді. Алғаш келгендегі жасқаншақ қыз бірте-бірте есейді. Бірақ жүрегімнің түбінде бір қорқыныш жататын. Өйткені бәрі бір күнді күтіп жүргендей көрінетін. Сол күн мен 19 жасқа толғанда келді. Бір күні үйдегі үлкендер ақылдасып байындыққа кірісті. Сол кезде ғана мен өмірімнің жаңа кезеңі басталатынын түсіндім. Мені жолдасыма қосты. Қазақтың салты бойынша үлкендер батасын беріп, ақ тілектерін айтты. Барлығы қуанып жүрді. Ал менің жүрегімде толқу басым еді. Өйткені бала күннен аты ғана аталып жүрген адам енді менің өмірлік серігіме айналды. Басында екеуміз де ұяң болдық. Бір-бірімізді бала кезден сырттай танысақ та, шын мәнінде бірге өмір сүріп көрмегенбіз. Уақыт өте келе сөйлесіп, сырласып үйрендік. Жолдасым сабырлы адам еді. Көп сөйлемейтін, бірақ қиын кезде жанымнан табылатын. Кейін түсіндім, ұзақ өмір сүру үшін махаббаттан бұрын сыйластық керек екен. Біздің өміріміз дәл сондай сыйластықтан басталды. Арада 1 жыл өтті. 20 жасында алғаш рет ана тандым. Толғақ басталған күн әлі күнге дейін есімде. Қатты қорықтым. Өйткені ол кезде қазіргідей дәрігер де, жағдай да жоқ. Ауылдың тәжірибелі әйелдері көмектесті. Түн ұзаққа созылды. Мен өмірімде алғаш рет өлім мен өмірдің арасындағы нәзік шекараны сезіндім. Таң ата нәрестенің дауысы естілді. Сол сәтте көзімнен жас ыршып кетті. Ұлды болғанымды айтқанда бүкіл үй қуанып кетті. Қайын атамның жүзі бал бұл жанды. Қайыненем шүкіршілік айтып жылады. Ал мен кішкентай ғана сәбиімді құшағыма қысқанда дүниедегі ең бақытты адамдай сезіндім. Сол күннен бастап менің өмірім өзгерді. Енді мен тек келін емес едім. Мен ана едім. Бірақ ана болу тек қуаныш емес екенін өмір кейін көрсетті. 1 бала 2 балаға айналды. 2 бала 3 бала болды. Үйде күлкі көбейді. Бірақ сонымен бірге жауапкершілік те артты. Кейде үйде ұн таусылатын,
Кейде қыс қатты болатын, кейде балалар ауырып қалатын. Ондай күндері түн ұйқымыз 4 бөлінетін. Бірінің қызуы көтерілсе, екіншісі жылайды. Ал таң атқанда бәрібір жұмысында істеуің керек. Өйткені ауыл тіршілігі ешкімді күтпейді. Сонда да шүкіршілік айтатынмын. Балаларымның күлкісі барлық қиындықты ұмыттыратын. Жылдар өте берді. Әр балам дүниеге келген сайын жүрегім кеңейе түскендей болатын. Ана жүрегі деген ерекше екен. Бір балаға жететін махаббат екінші бала келгенде азаймайды. Керісінше көбейеді екен. Мен 13 құрсақ көтердім. Әр баламды өмірімнің бір бөлігі деп көрдім. Бірақ тағдырдың да өз жазуы бар екен. Өкінішке қарай, 13 перзентімнің 3-еуі бұл өмірде ұзақ тұрақтамады. 2 балам жастай шетінеп кетті. Ол күндерді еске алудың өзі ауыр. Ананың қолынан баласын жерлеуден қиын нәрсе жоқ шығар. Сол кезде жүрегімнің бір бөлігі бірге кеткендей болды. Түнде жастыққа жа бетін басып жылайтынмын. Бірақ қалған балаларым үшін мықты болуға тура келді. Өйткені олар анасының көз жасын емес, мейірімін көруі керек еді. Мен солай өмір сүрдім. Құлап бара жатсам да, балаларым үшін қайта тұрдым. Жылағым келсе де, күлімсіреуге тырыстым. Себебі менің бақытым өзімде емес, балаларымда еді. Бірақ мені алда одан да ауыр қайғы күтіп тұрғанын ол кезде білген жоқпын. Жылдар өткенде тұңғышым ер жетіп, үйленіп, 4 баланың әкесі атанды. Мен оның жетістігіне қарап қуанып жүрдім. Бірақ бір күні күтпеген қаралы хабар келді. Сол хабар менің өмірімдегі ең ауыр күндердің біріне айналды. Ана үшін бала ешқашан өспейді дейді. Бұл сөздің мағынасын мен жылдар өте беле түсіндім. Шашына ақ түсіп, өзі әке атанса да, ана жүрегінде ол бәрібір кеше ғана бесікке бөлеген сәби болып қалады екен. Менің тұңғышым да сондай еді. Алғаш рет ана атандырған перзентім. Алғаш рет апа деген сөзді естірткен балам. Оның әр қадамы, әр жетістігі мен үшін үлкен қуаныш болатын. Уақыт өте келе ер жетті, отау құрды, әке болды. 4 бірдей баланың әкесі атанды. Немерелерімнің ортасында жүргенде оған қарап іштей тәубе дейтінмін. Шүкір, еңбегіміз ақталды деп ойлайтынмын. Бірақ адам баласы ертең не боларын ешқашан білмейді екен. Сол бір қаралы күн әлі есімде. Таң әдеттегідей басталған. Ешқандай жамандықты сезбедім. Күнделікті тірлікпен айналысып жүргенмін. Бір кезде үйге асығыс кірген адамның жүзінен бір сұмдықты сездім. Ол маған тіке қарай алмады. Жүрегім тарс ете қалды. Не болды? Дедім. Бірақ ешкім жауап бермеді. Сол үнсіздік бәрінен ауыр болды. Сәлден кейін ғана суық хабар айтылды. Аяғымнан әл кетіп, отырған жеріме отыра кеттім. Құлағыма ештеңе естілмей қалды. Айналамдағы адамдардың дауысы алыстан шыққандай болды. Кек бір ғана ой санамды жарып өтті. Жоқ, мүмкін емес. Бірақ бұл өмірде кейде қабылдағың келмейтін шындықтар болады. Менің тұңғышым өмірден өткен еді. Сол сәтті сөзбен жеткізу қиын. Жүрегімнің дәл ортасынан біреу жұлып алғандай болды. Көзімнен жас емес, жаным ағып жатқандай сезілді. Қанша қиындық көрсем де, мұндай ауыр қайғыны бұрын бастан кешпеппін. Мен 2 баламнан ерте айырылғанмын. Ол да ауыр еді. Бірақ бұл жолы басқа болды. Өйткені бұл менің көз алдымда ер жеткен, әке болған, өмірдің талай белесін бірге өткерген балам еді. Оның 4 баласы қалды. 4 кішкентай көз әкесін іздеп жылады. Соларға қараған сайын жүрегім одан сайын ауыратын. Немерелерімнің «Әкем қашан келеді?» деген сұрақтары жанымды тіліп өтетін. Бірақ өмір тоқтамайды екен. Қанша жыласаң да, қанша қиналсаң да, уақыт өз ағысымен жүре береді. Қаралы күндер өтті. Ауыл адамдары жұбатты. Туыстар қолдау көрсетті. Бірақ ана жүрегіндегі жараны ешкім толық емдей алмайды. Мен ұзақ уақыт бойы түнде ұйықтай алмадым. Кейде тұңғышым есіктен кіріп келетіндей көрінетін. Кейде оның дауысын естігендей болатынмын. Сосын бәрінің сағым екенін түсінгенде қайтадан көзіме жас келетін. Сол кезде жолдасым жанымнан табылды. Өмір бойы көп сөйлемейтін адам еді, бірақ бір күні ғана. Біз қалған балаларымыз үшін өмір сүруіміз керек деді. Сол сөз мені қайта тұрғызды. Расымен де, менің жанымда әлі балаларым бар еді, немерелерім бар еді. Мені күтіп отырған адамдар бар еді. Мен құласам, олар да құлайды. Сондықтан өзімді қолға алуға тырыстым. Біртіндеп өмірге қайта араластым. Немерелерімнің қасына көбірек уақыт бөле бастадым. Олардың күлкісі жан жарамды аздап болса да жеңілдететін. Сол кезде бір нәрсені түсіндім.
Адамның өмірі өзімен өлшенбейді екен. Оның артында қалдырған ұрпағымен өлшенеді екен. Менің тұңғышым бұл өмірден кетсе де, оның ізі 4 баласында қалды. Олар өсіп келе жатты. Ал мен соларға қарап баламның бейнесін көретінмін. Жылдар тағы өтті. Балаларым ер жетті. Қыздарым бой жетіп, өз шаңырақтарына кетті. Ұлдарым үйленіп, әке атанды. Бір кезде сәби болып құшағымда жатқан балалар енді өздері немере сүйгізіп жатты. Сонда ғана жүрегімде ұзақ уақыттан бері жоғалып кеткен тыныштық қайта оралғандай болды. Алла берген сынақтар аз болмады, бірақ берген нығметтері де көп екен. Бір күні үлкен дастархан басында отырып, айналама қарадым. Сол сәтте көзіме еріксіз жас келді. Өйткені алдында отырған адамдардың бәрі менің ұрпағым еді. Жас күнімде өмір осылай болады деп ешқашан ойлаған емеспін. 14 жасында туған үйімнен ұзап бара жатқанда, жүрегім қорқынышқа толы еді. Сол кезде біреу маған: "Бір күні үлкен әулеттің анасы боласың, немере мен шөберенің ортасында отырасың" десе, сенбес едім. Өйткені ол кезде мен болашағымды емес, ертеңгі күнімді ғана ойлайтынмын. Бірақ уақыт бәрін өзгертеді екен. Жылдар бірінің артынан бірі өте берді. Балаларым ер жетті. Ұлдарым азамат болды. Қыздарым бой жетіп, өз шаңырақтарын көтерді. Әр баламның тойын жасадық. Әр қуанышына бірге қуандық. Әр қиындықта бірге жыладық. Сөйтіп жүргенде мен де байқамай әже атандым. Алғаш немеремді қолыма алған сәт әлі есімде. Кішкентай ғана сәби. Оны құшағыма қысқанда өз балаларының иісі есіме түсті. Сол сәтте өмірдің шеңбер сияқты екенін түсіндім. Кеше ғана өзім ана болып едім. Бүгін балаларым атана болып отыр. Уақыттың қалай өткенін байқамақпын. Немерелер көбейе берді. Бір немере, 2 немере. Кейін олардың санын санаудан да жаңылатын болдым. Үйіміз бұрынғыдан да көңілді болды. Мереке сайын аула балалардың күлкісіне толатын. Қазан қайнап жататын. Шай үстінде әңгіме таусылмайтын. Мен соларға қарап отырып, кейде үнсіз ғана күлімсірейтінмін. Өйткені бір кездері осының бәрін армандауға да қорқатын едім. Әсіресе тұңғышымнан қалған 4 немереге ерекше қарайтынмын. Олардың әр жетістігін көрген сайын жүрегім жылайтын. Баламның өзі жоқ болса да, артында қалған ізі бар еді. Сол із күннен күнге үлкейіп келе жатты. Бір жылы үлкен той болды. Тойға балаларымның бәрі келді. Немерелерім түгел жиналды. Тіпті шөберелерім де жүгіріп жүрді. Үй іші адамға сыймай кетті. Бірі ет асып жүр, бірі қонақ күтіп жүр, бірі дастархан жайып жүр. Сырттан қараған адам үлкен бір әулетті көретін еді. Ал мен олардың әрқайсының өмірге қалай келгенін, қалай өскенін білетінмін. Сол күні дастархан басында отырып бәріне ұзақ қарадым. Қыздарыма қарадым, ұлдарыма қарадым, немерелеріме қарадым. Сосын ойға баттым. Көз алдымнан бүкіл өмірім өтті. Туған күнім, әкемнің досымен жасаған уәдесі, 4 жасындағы ойындарым, 14 жасымда келін болып кеткен күнім. Анамның "әкең естімесін" деген сөзі. Алғаш ана атанған шағым, балаларымның балалық шағы, қайғы мен қуаныш аралас өткен ұзақ жылдар. Бәрі көз алдымнан кино сияқты өтіп жатты. Сол сәтте көзіме жас келді. Бірақ бұл жолғы көз жасы қайғымың емес еді. Бұл шүкіршіліктің жасы болатын. Жолдасым қасында отырды. Шашына ақ кірген. Бірақ баяғы сабырлы қалпы өзгермеген. Екеуміз көзбен ғана түсіністік. Өйткені осы әулетті бірге құрдық. Бар қиындықты бірге көтердік. Қанша рет жоқшылық көрдік. Қанша рет уайымдадық. Бірақ берілмедік. Сол еңбектің жемісі дәл алдымызда отыр еді. Бір кезде немерелерінің бірі жаныма келіп: "Әже, неге жылап отырсыз?" деп сұрады. Мен күліп жібердім. "Бақыттан қарағым" дедім. Ол түсінбеген күйі жүгіріп кетіп қалды. Ал мен ішімнен: "Иә, бұл бақыттың жасы ғой" деп ойладым. Өйткені өмірімде қанша ауыр күн болса да, бүгінгі күнге жеткеніме тәубе дедім. Алайда сол кеште балаларым мен немерелерінің алдында алғаш рет бүкіл өмірімнің құпиясын айтуды шештім. Олар естіген әңгімеге қатты таң қалды. Себебі олардың әжесі дүниеге келмей тұрып-ақ келін атанғанын көбісі толық білмейтін еді. Сол кеште үлкен дастархан басында балаларым, немерелерім, шөберлерім түгел отырған еді. Үйдің іші күлкімен әңгімеге толы. Бірі өткенді айтып отыр, бірі болашақ жоспарларын бөлісіп отыр. Ал мен үнсіз ғана бәріне қарап отырдым. Кенет үлкен немерем: "Әже, сіздің өміріміз туралы кітап жазуға болады ғой" деп күліп қойды. Барлығы қосылып күлді.
Бірақ менің ойыма бір нәрсе келді. Расымен де, олардың көбісі менің өмірімнің қалай басталғанын білмейтін еді. Сонда мен жай ғана: балаларым, сендер бір нәрсені білесіңдер ме? Мен дүниеге келмей тұрып келін атанғанмын дедім. Дастархан басы бір сәтке тып-тыныш болып қалды. Кейбірі күліп жіберді. Әже, қалай сонда? Бұл мүмкін емес қой. Сіз әзілдеп отырсыз ба? Мен басымды шайқадым. Жоқ қарақтарым, бұл шындық. Сосын баяу ғана бүкіл өмірімді айтып бере бастадым. Әкем мен оның досының аңшылықтағы уәдесін, мен туған күні сүйінші сұрағандарын, балалық шағымды, 14 жасында келін болып барғанымды, анамның әкең естімесін деген сөзін. Біремен соң бірі айтып отырдым. Үйдегілер үнсіз тыңдады. Әсіресе жастар таңғалып қалды. Өйткені олардың өмірі мүлде басқа заман еді. Немерелерімнің бірі: әже, сіз ренжіген жоқсыз ба? Деп сұрады. Мен біраз ойланып қалдым. Ол сұрақты өзіме бұрында талай қойғанмын. Сосын жай ғана жауап бердім. Кейде ренжідім, кейде жыладым, кейде тағдырыма өкпеледім. Бірақ өмірді артқа қайтара алмайсың, сондықтан өмір сүре бересің. Үй іші тағы үнсіз қалды. Мен сөзімді жалғастырдым. Егер сол кезде бәрі басқаша болғанда, бәлкім сендердің еш қайсыларың бұл жерде отырмас едіңдер. Осы сөзден кейін бәрі бір-біріне қарап күліп жіберді. Шынында да, бүгінгі үлкен әулеттің бастауында сол бір аңшылықтағы уәде тұрған еді. Сол түні көп әңгіме айтылды. Балаларым мен немерелерім мен білмейтін сұрақтарды қойды. Олар менің өмірімнің әр кезеңін қызығып тыңдады. Ал мен болса, өткен өміріме сырт көзбен қарағандай болдым. Бір кезде шөберелерімнің бірі келіп құшағыма кірді. Әже, сіз батыр екенсіз деді. Осы сөзді естігенде жүрегім ежіреп кетті. Мен өзімді ешқашан батыр санаған емеспін. Мен тек өз заманымның қызы едім. Сол заманның жолымен жүрдім. Сол заманның ауырлығы мен қуанышын бірге көтердім. Бірақ балаларым мен немерелерім үшін бұл үлкен тарих сияқты көрінді. Сол түні бәрі тарағаннан кейін ауылда жалғыз отырып қалдым. Аспан толған жұлдыз, самал жел есіп тұр. Мен өткен өмірімді тағы бір ой елегінен өткіздім. Қанша қиындық көрсем де, Алла маған көп нәрсе берген екен. Жақсы жар берді, ұрпақ берді. Немере шөбере көру бақытына жеткізді. Сол үшін шүкір дедім. Бірақ дәл сол сәтте ойыма бір адам түсті. Ол анам еді. Егер анам қазір тірі болғанда, бүгінгі әулетті көріп не дер еді екен? Менің жеткен күнімді көріп қуанар ма еді? Осы ой жанымды ерекше толқытты. Өйткені өмір бойы айталмай кеткен алғысым бар еді. Сол алғыста мен енді кеш болса да жүрегімнен шығарғым келді. Адам жасы ұлғайған сайын өткен өмірін жиі еске алады екен. Мен де кейде жалғыз отырғанда бала күнім көз алдыма келеді. Әсіресе анам. Оның жүзі, дауысы, маған қараған мейірімді көзі әлі күнге дейін есімде. Менің өмірімдегі ең ауыр сәттердің бірінде айтқан бір ауыз сөзі өмір бойы жүрегімде сақталып қалды. Ол сөз: әкең естімесін. Сол кезде мен жас едім. Қайын жұртқа жаңа барған кезім. Туған үйімді қатты сағынатынмын. Кейде түнде жастығымды құшақтап жылайтынмын. Бір күні шыдай алмай төркініме барып, анамның құшағына кіріп алып жыладым. Апа, мені сағынып кеттім. Үйге қайтқым келеді. Мен әлі кішкентаймын. Анам да көз жасын тия алмады. Бірақ біраздан соң маңдайымнан сипап: қызым, сабыр ет, әкең естімесін деді. Сол кезде бұл сөзге ренжігенмін. Неге мені жақтамайды? Неге алып қалмайды деп ойлағанмын. Жас бала болған соң ана жүрегін түсінбедім. Ал жылдар өте келе бәрін түсіндім. Анам мені жақсы көрмегендіктен олай айтқан жоқ. Керісінше, жүрегі қан жылап тұрып айтқан екен. Өйткені ол заманның заңы басқа еді. Әке шешімі өзгермейтін, берілген сөзден аттауға болмайтын. Қыздың тағдырына қарсы шығу үлкен дауға айналатын. Анам мұның бәрін білді. Сондықтан маған көмектескісі келсе де, қолынан келмеді. Бірақ ол өмір бойы мен үшін уайымдап өткенін кейін түсіндім. Мен төркінге барған сайын анам ең алдымен: жағдайың жақсы ма? Қиналып жүрген жоқсың ба? Балалар аман ба? Деп сұрайтын. Өзі көп сөйлемейтін, бірақ әр сөзінен алаңдаушылығы сезілетін. Кейін өзім ана болғанда ғана оның жанын түсіндім. Өйткені ана жүрегі баласы үшін әрқашан алаңдап тұрады екен. Балаң 40-қа келсе де, тіпті 60-қа келсе де, ана үшін ол бәрібір бала болып қала береді. Мен де өз балаларым үшін талай түн ұйықтамадым. Сонда анамның мен үшін қанша уайым жегенін сезіндім. Өкінішке қарай уақыт ешкімді күтпейді.
Бір күні анам да бұл дүниемен қоштасты. Сол күні жүрегіммен тағы бір тірек кеткендей болды. Жерлеуден кейін ұзақ уақыт өз-өзіме келе алмадым. Өйткені ана деген бір-ақ адам болады екен. Оның орнын ешкім баса алмайды. Жылдар өтті. Мен әже атандым. Кейін шөбере сүйдім. Бірақ анамды сағыну ешқашан тоқтаған жоқ. Кейде үлкен тойларда, бәр жиналғанда анам есіме түседі. Сонда ішімнен, апа, көріп тұрсың ба? Мынау сенім ұрпағың деп сөйлескендей боламын. Өйткені дәл осы күндерді ол көрсе ғой деп армандаймын. Бір кезде қолынан ұстап жұбатқан анам бүгінгі үлкен әулетті көрсе қандай қуанар еді. Мен оған бір сөзді айтып үлгермедім. Ол сөз рахмет. Рахмет анашым. Мені өмірге әкелгенім үшін, қиын кезде демегенім үшін, үндемей жүріп, мен үшін алаңдағаным үшін, мені мықты болуға үйреткенім үшін. Егер анам бүгін тірі болғанда, дәл осы сөздерді айтар едім. Сол түні мен ұзақ ойланып отырдым. Өмірімде көрген қуаныш пен қайғыны таразладым. Сонда бір нәрсені түсіндім. Бақыт деген байлықта емес екен. Бақыт деген айналаңда аман жүрген адамдарың екен. Ал менің жанымда әлі жолдасым бар, балаларым бар, немерелерім бар, шөберелерім бар. Сол үшін өзімді ең бай адамдай сезіндім. Бірақ тағдырдың маған дайындаған тағы бір сыйы бар еді. Ол сый мен күтпеген жерде келді. Жас ұлғайған сайын адам көп нәрсеге басқаша қарайды екен. Бұрын маңызды болып көрінген нәрселер кейін мәнін жоғалтады. Ал кейбір қарапайым сәттер өмір бойы жүректе сақталып қалады. Мен үшін сондай сәттердің бірі шөберемнің айтқан бір ауыз сөзінен басталды. Сол күні үйімізде тағы да үлкен жиын болды. Балаларым, немерелерім, шөберелерім түгел жиналған. Аула бұрынғыдай у-шу. Бір жерде самауыр қайнап жатыр. Бір жерде балалар асыр салып ойнап жүр. Ал мен көлеңкеде отырып, соларды бақылап отырғанмын. Кейде осылай үнсіз қарап отырғанды жақсы көремін. Өйткені көз алдында бірнеше ұрпақ жүр. Бұл Алланың үлкен сыйы. Бір кезде кішкентай шөберем жүгіріп келіп жаныма отырды. Ол маған біраз қарап отырды да, «Әже, сіз өте бақытсыз ғой, иә?» деді. Мен күліп, «Неге олай ойладың?» деп сұрадым. Ол айналаға қарап алды. Сосын саусағымен балаларды көрсетті. Өйткені бәрі сізді жақсы көреді. Сол сөзді естігенде жүрегім шым ете қалды. Бір сәтке үнсіз қалдым. Өйткені осы уақытқа дейін өз өмірімді әртүрлі баралағанмын. Кейде қиындықтарын ойладым. Кейде жоғалтқан адамдарымды есіме алдым. Кейде жастық шағымды сағындым. Бірақ дәл осылай ешқашан ойламаппын. Бақыт деген сені жақсы көретін адамдардың көп болуы. Шөберем соны бір ауыз сөзбен айтып берді. Мен айналама қарадым. Бір бұрышта ұлдарым күліп отыр. Қыздарым шай құйып жүр. Немерелерім балаларын еркелетіп жүр. Шөберелерім асыр салып ойнап жүр. Сол сәтте жүрегім ерекше жылып кетті. Иә, өмірімде қайғы болды. Қиындық болды. Жоқшылық болды. Көз жасымда аз төгілген жоқ. Бірақ осы адамдардың бәрі сол өмірдің жемісі еді. Егер өмірімді қайта бастау мүмкіндігі берілсе, бәлкім кейбір ауыр күндердің болмағанын қалар едім. Бірақ балаларым мен немерелерімнен бас тартпас едім. Өйткені олардың әрқайсысы менің жүрегімнің бөлшегі. Кешке қарай бәрі дастархан басына жиналды. Балаларым маған қарап, «Анашым, бата беріңіз» деді. Мен орнымнан баяу көтерілдім. Алдымда бірнеше буын ұрпақ отырды. Бір кезде дүниеге келмей тұрып келін атанған кішкентай қыздың осындай үлкен әулеттің анасына айналарын кім білген? Көзіме жас келді. Бірақ бұл жолы ешкімнен жасырмадым. Себебі бұл мұңым емес, шүкіршіліктім жас еді. Қолымды жайып, бар ұрпағыма ақ батамды бердім. Бірліктерім бұзылмасын, ырыс берекелерін арта берсін, ұрпақтарын көбейсін, әрқашан аман болыңдар. Үй іші әумин деп шулап кетті. Сол сәтте жүрегімде ерекше тыныштық орнады. Мен өмірімнің бекер өтпегенін түсіндім. Өйткені адам артында жақсы ұрпақ қалдырса, оның өмірі жалғасады. Ал менің жалғасым осы отырған балаларым мен немерелерім еді. Сол түні жатар алдында терезеден жұлдыздарға ұзақ қарадым. Анам есіме түсті, әкем есіме түсті. Бұл дүниеден өткен балаларым есіме түсті. Және ішімнен сыбырлап, Аллаға шүкір дедім. Өйткені дүниеге келмей тұрып келін атанған қыздың тағдыры осылай үлкен әулеттің ақ жаулықты әжесіне айналып аяқталған еді.